Түркістан облыстық Ыбырай Алтынсарин атындағы балалар кітапханасы түрленген тұран даласына танымал жас ұрпақты білім нәрімен сусындатып отырған киелі шаңырақтың бірі. 1961 жылы кітапхана өз жұмысын қазіргі орталық саябақтың ішіндегі шағын ғимараттан бастаған. 1976 жылы кітапханаға қазақтың ұлы ғалымы, фольклорист, педагог ағартушы Ыбырай Алтынсариннің есімі берілді. Биыл кітапханамызға мерейлі 60 жыл толып отыр. Кітапхана білім беретін, бос уақытты тиімді пайдаланатын, ақпараттық және коммуникативті орталық болып табылады. Кітапханамыздың абыройлы да, беделді басшысы, мәдениет саласының үздігі, кітапхана ісінің үздігі, еңбек даңқы төсбелгілерінің иегері Бекешанова Зоя Оралбайқызы. Кітапханамызда заман талабына сай оқырманның еркін ойын алмасып, білім алып, көңілін серпілтіп, кітапхана төрінде уақытын тиімді өткізу мақсатында білім орталығы ашылды. Кітапханаларды жаңғырту, заманауи құрылғылармен жабдықтап, цифрлы жобалар енгізу бүгінгі күннің талабы. Кішкентай бүлдіршіндерімізге арнайы ашылған кинозалымыз ұрпақ бойына тәрбие дәнін егер ұлттық салт-дәстүрді және еліміздің тарихы мен келбетін айқындайтын көрсетілімдер тұрақты түрде көрсетілуде. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен Мәдениет және спорт министрлігінің бастамасымен кітапханада парасат жолы орталығы ашылды. Көркем әдебиетті насихаттауға бағытталған кітапхана жобаларымен таныс болыңыздар. Book Симпатия ОБК челлендж жобасы. Жобаның мақсаты кітапхана қызметкерлері өздерін оққан кітаптар жайында оқырмандармен қызықты ой пікірлерімен бөлісе отырып, оқырманға сол кітапты оқуға ұсыну. Қиялымдағы ертегі фанфикшн жобасы. Жобаның мақсаты балалардың жазғы демалыс уақытын тиімді пайдалана отырып, өскелең ұрпақтың бойындағы дарынын, логикалық ойлау және шығармашылық қабілетін арттыру, өз ойын еркін, ашық айтуға баулу. Алтын бесік аты жұрт жобасының бір бағыты тарих, тұлға, тағдыр жобасы. Жобаның мақсаты Түркістан облысының қоғамдық саяси тарих архивімен бірлескен жоба. Оқырмандарымызға өлкемізден ұлы отан соғысына аттанып, фашист армиясының тұтқынына түсіп, жас өмірлерін ажалдық апатына айналған концлагерде өткізген жерлестеріміз жайлы ақпараттармен таныстыру. Ұлтқа қарсы геноцид 1937-1938 жылдары жасалған нәубетте ату жазасына кесілген жерлестеріміз жайлы ақпараттармен таныстыру. Жастар креатив драйв жобасы. Жоба 4 бағыттан тұрады. Негізгі мақсаты отбасындағы қыз тәрбиесі, балалар арасындағы көшбасшыларды тәрбиелеу, танымал тұлғалар қандай да бір жетістікке жетсін барлығы кітап оқу арқасында екені дәлелдеу, насихаттау мақсатында іс-шаралар ұйымдастыру. Психологиялық кеңес айтары. Психологтар мен ата-аналар мен балалар арасында қарым-қатынас жайлы. Қазіргі кезде балалар қалай өзін-өзі ұстау, жағдайдан қалай шығу керектігін әңгімелеп, кеңестер мен ұсыныстар айту. Әже ертегі айтшы айдары. Бұл айдарымыздың басты мақсаты ұмытылып бара жатқан қолөнерді насихаттай отырып, балаларға әженің ертегісін тыңдату. Республикаға танымал инклюзивті жүректен жүрекке жобасы. Мүмкіндігі шектеулі жандарды қолдау мақсатында мәдени іс-шараларды ұйымдастыру. Жастар тәрбиесіндегі жүректі имандылыққа, махаббатқа, қайырымдылыққа нұрландыруға, ізгі іс жасауға, жүректен жүрек арқылы адам жанына әсер ету. Әлемді кітап арқылы танимын облыстық байқау. 2015 жылдан басталған балаларға арналған өміршең жоба. Ең көп оқитын оқырмандар арасында өтетін байқау. Кітапханамыздың 60 жылдық мерейтойы аясында жүзеге асырылатын облыстық 61-60-16 жобасы. Жобаның мақсаты Түркістан облыстық Ыбырай Алтынсарин атындағы балалар кітапханасының 60 жылдық мерекесі облыс көлемінде насихаттау. Мұндағы 61 1961 жылы балалар кітапханасы ашылып, оқырмандарына қызмет көрсете бастады. 60 аудандық балалар және ауылдық кітапханаларда өткізілетін әдеби-мәдени іс-шаралар саны. 16 Түркістан облыстық кітапханалар жүйесіндегі аудандық орталық балалар кітапханаларының саны. Жарты ғасырдан астам тарихы бар қара шаңырақ Ыбырай Алтынсарин балалар кітапханасы заманауи форматтағы қызықты жобалармен, тың идеялармен, жағымды жаңалықтармен сіздер үшін қызмет етуге әрқашан дайынбыз. Кітап білім бұлағы, ал кітапхана сол кітаптар тұрағы. Кітап оқып, рухани бай болайық.